Қажығали Мұхамбетқалиұлы. Тары кезең. Тарихи роман. Екінші тарау. Екінші бөлім. Кісі қатты болайын деп бола ма? Кісіні қатты қылатын артындағы қалың елдің қамы. Жамағаттың жағдайы ғой. Байұлының бір жуан бұдағы байбақтының тізгінін қолына алғалы сырынбейді. Мұндай үркіншіліктің талайын бастан өткеріп, соның бәрінде де тек тізгінді тастай қатты етіп ұстағаннан ғана елін аман алып шығып келе жатқанда. Сондықтан мұндай сәттерде қатты болмасқа амалының жоқтығын басына түспеген мына жұрт қайдан білсін. Оның үстіне бұрында жан алысып жан берген небір шайқастарға қатынасып, талай-талай қан көрген және әр жолы бұдан былай Құдай көрсетпесе екен деп тілеген сол сұмдықты қайта-қайта еріксіз көруге мәжбүр болған адам. Ол қанына қараймағанда, ол қатты болмағанда қайтпек. Бұл жолы да сондай жағдайға тап болып, артындағы қалың елдің қамы үшін қайтадан атқа мінуге тура келіп тұрғанына, өйтпеуге, оған көнбеуге лажының жоқтығына назаланып, пешенесіне ылғи қауіп-қатермен арпалысуды ғана жазып қойған тағдырына тұлдану мен тулаудың, шамырқану мен ширығудың шегіне жеткен ол, дәл қазіргі сәтте әбден буырқанып бұрсанып алған тұсы еді. Сол ширығу үстінде ол осы жолы не де болса ата жауымен аянбай айқасып барып өлуге бір жола бел буғанда. Иә, айқасып барып өлуге бел буған. Айқасы айқас қой, ал өлімі несі? Неге ол тек қана өлуге тиіс? 40 жыл қырғын келсе де ажалды ғана өлмей ме? Ол арасын мүлде ойлағанда жоқ. Асылы зіркіреген зеңбірегі, оқпанынан оқ бораған от қаруы бар орыстың ендігі жерде қылыш найзалы қазаққа жеңгізбейтініне көзі жеткендіктен, қаншама бөрі арығын білдірмес деп, сыртқа жүнін дүрдіткенмен, көшпелі елдің басынан бақ дәреже баяғыдағы ауғанын басқа білмесе де, бұл жақсы түсінетіндіктен солай ойлаған шығар. Әлде қару-жараға сайма-сай баяғы Пугаш батырда, андыздаған патша әскерімен 3 жыл бойы табандап соғысқанда түк бітіре алмағанын өз көзімен көріп, үміті үзілгендей ме әйтеуір батыр сырым осы жолы тіпті де жеңілу туралы емес. Неге екенін кім білсін, тек аянбай соғысып барып өлу туралы ғана ойлады. Пугаш батыр, Емельян Пугачевті айтып отыр. Сырым онымен бірге соғысқан. Иә, аянбай соғысу, сосын өлу туралы ғана. Әйтпесе мына тірлікте түк мағына қалмағандай. Амандықты ойлап, тыныштық тілеп, кейінгі туған жас бала кәуірден қорлық көрер деп, яки алтын басым аяққа басылар деп, кісілеген қор еткісі келмеген, мәрттік пен ерлікке салғанда, ешбір елдің ұлынан кем болмаған бағзыдағы батыр бабалардың қайырлы қоныс, қара жұрттарын қарсылықсыз тастап кете бергенінен тапқаны қайсы. Заманында арыстандай екі бұтын алшайтып арғымақ мінді десетін, кілең бұздай кілшейтіп көбегейді десетін, садақ толы сәйгез оқты масағынан өткеріп, басын қолға жеткеріп созып тартты десетін. Өзі бұрын әулие тұтқан сол батыр бабалардың артында не қалды бүгінде? Не қалды Құдай-ау? Тек сәй-сүйегіңді сырқыратар сөз ғана қалған жоқ па? Запыран зар ғана қалған жоқ па? Құлағыңды салып тыңдап көрші, өзіне тиген дұшпанын қарт бурадай түздеді дейтін қарға бойлы қазтуғанның өзі. Әттең, бір қапы дүние деп қақсап қоя бермей ме? Ал таңдайы тақылдаған кейінгі шешендеріне айтқызсаңыз, анау нарын деген құмыңыз Нарынбай байдың қонысы. Сарыкөл, Самар сынды сулар Самарбай байдың қонысы. Балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, мынау жайық деген суыңыз Жайықбай байдың қонысы. Жанарыстан 3 қомыс, Алшағыр ханның қонысы. Боқсақтың бойы, боз қамыс жаңбыршының ұлы Телағыс байдың қонысы. Еділ деген суыңыз Еділбайдың қонысы.
Алтатанның ар жағы, тал кепенің бер жағы, мына Сахмар деген суымыз Едіге бидің қонысы. Бесешкі оның еділ беті, Бұлғыр таудың шеті, Бадашы деген кең тоғай, Ер Сидақтың қонысы. Адырмақты Алатау, Ер Орақтың қонысы. Көшпенді қазақ жұрты бұл күнде осы қоныстардың бәрінен айырылған. Бәрінде түп-түгел көгала шекпен, жез түйме, аузы түкті ор салған. Ал қазақ болса, соның бәрін тек қоныстың қайырсыздығынан ғана көріп, әлі күнге ақырып келеді. Оларға айтқызсаңыз, бұл жерлер еңсемді кәуір басар деп, Едіге бидің көшкен жер. Қанатымды залым қияр деп, қарға бойлы қас туған қайғыланып кеткен жер. Орақпенен мамайда, ойдағы дәурен болмас деп, ойран салып көрген жер. Адыра қалғыр бұл қоныс асан би шұбап өткен жер. Ноғайда шулап босқан жер. Қырық таңбалы Қырымның, оң таңбалы Ұрымның, 12 баулы Өзбектің, бұрынғы онса Ноғайдың кетейін десе жөн таппай қол ұстасып жүрген жері болып шығады. Сонда кәуір тоқ болса мұсылман тыныш дегеннен, солай деп қайырлы қоныс қара жұрттарын қарсылықсыз тастап кете бергеннен, солар не тапты? Не тапты Құдай-ау? Кәуір тойдым, тоқтадым деді ме? Мұсылман тыншыды ма? Жоқ, жоқ, тағы да жоқ. Ендеше, ондай обыр құлқын иесінің оппа өңешін қалай бітемек керек? Тек көзіне қос уыз топырақ құйып қана бітеу керек. Я болмаса, өзің өліп, бір жола топырақ тозанға айналып, тыншуың керек. Басқа жол жоқ. Сырым батыр осы жолы, баяғы ескі жырларда. Орта бойын сырлаған оқ жаңбырдай жауған жер. Мұсылманның басынан дәреже қайтып ауған жер делінетін, мына тұрған өлеңтінің аяғы, шидертінің қоспасы, аңқатының басы Тасобада 18 жыл атысып өлген Орманбет бидің жолын қалап алды. Өлеңті, шидерті, аңқаты, өзен сулардың аты, Тасоба жер аты, аңқатының бастауы сонда деседі. Орманбет би, Ноғай ұлысының ең соңғы ұлы биі делінеді. Неде болса, ұлы Ноғайдың ең соңғы ұлы биі Орманбетше, ата жаумен аянбай айқасып барып өлу керек деп шешті. Сол Орманбет би өлген жер, онысан Ноғай бүлген жер, қазасы жетсе, бұғанда бақилық мекен болар. Тек Теберлінің ұлынша ешкімге тілмен көз болмай, текті жұрттың ұлынша қас дұшпанға қасқая қарсы шауып, қан майданда жауыңа қан жұтқызып барып өлгенге не жетсін? Жастығыңды ала жығылсаң, шахид болып басыңнан шырақ жанама жоқ па, оны бір Құдай білер. Бірақ әйтеуір о дүниеге өзіңнің тыныш аттанбағыңа жақсы ғой. Ондайдың нешеме мысалын мұның өзі де сан мәрте көрген. Басқасын былай қойғанда, күні кешелері ел арасындағы ерегісте опат болған өз атасы, Әлдеке Байбақты Дәуқара батыр мен Табын Бармақ батырдың өлімі оған кезінде көп ой салған. Құдай-ау, қашан еді ол? Одан бері қанша су аққан? Иә, мұның жасырақтау кезінде ел арасы жаман игері болып, атасы басқа орыс тұрғай, қатар көшіп қонып жүрген осы 12 ата байұлы мен 7 аталы 7 ру біраз жауласқан. Бәленің бәрі баяғы қонысқа жерге талас қой. Соның салдарынан тіршілікте бірде ащы, бірде тұщы боп жүрген. Бірін-бірі жақсы білетін адамдар екі елдің екі батыры мерт болып еді. Гәп кісі өлімінде де еместі, қалай өлгендерінде еді солардың. Өндіршектен найза тиіп өлгелі жатқан атасы Дәуқара батырдың сонда айтқан соңғы сөзі әлі күнге құлағында. Бармақ күшке келгенде, мына менен қарулы емес еді, дегенді. Екі иығынан ентіге дем алып өлгелі жатқан ол. Әлдегімнің алдында ақталғандай. Бірақ әдіс қойлығымен мені аттан түсіріп кетті. Әйтсе де, қалқанының астыңғы жағынан найзамен бүйірінен ұрғанымда қолым қатты сүйсінді балалар. Қайран күшімай, өзіме белгілі ғой. Ұзамас бармақта, жығылар.
Екеумізді де осы жерге қойғайсыңдар. Бір-бірімізді көріп жатайық. Соңыра қарағандарында шынымен-ақ бармақта көп замаған екен. Көз көрім жерге барып, оқ тиген дуадақтай ол да жығылыпты. Оның да соңғы сөзі: сүйегімді осы жерге қойыңдар. Дәуқараның жығылған жерін көріп тыныш жатайын болыпты. Мына қу тірлікте кең дүниеге сый салмай, бір-бірін мерт еткен сол екі батырдың бейіті әні. Екі төбенің басында. Сонадайдан бір-біріне қарап, ербейіп тұр. Бұлыңғыр күндері төңіректі тұмшалаған тұманнан, ал жылымықты бусанған жердің буынан сәл сәтке бір-бірінен көз жасып қалса да, екеуі екі жерде қаралай құлазып, екеуі екі жерде қаралай жетімсіреп, құдды топты кісінің ішінен тең құрбысын іздеген, бірақ көпшіліктің ішінен іздеген кісісін таба алмай тұрған көзі мұнарлы кәрілерше сексиіп мойын созып, бір-бірін жоқтайтын сияқтанады. Жастығын ала жығылған осы екі батыр. Жарықтықтардың ырзашылық өлімі. Бала сырым бір кезде осының құпиясын ұқпақ болып талай бас қатырған. Бірақ неменеге ырза болып аттанды солар. Көңілдеріне ненемеде өтті, ұға алмаған, шеше алмаған бұл жұмбақтың құпиясын. Кейін ғой, бәрін өз көзімен көргесін. Кейін түсінді ғой. Сөйтсе, ел жұртының намысы үшін шапқан жерде ең болмағанда, соларға ұқсап жастығыңды ала жығылсаң, ол да бір адамға Алланың берген үлкен абыройы екен ғой. Сұрап аларлық таяқ, ақ өлім екен. Құдай-ау, бізге де тек соны нәсіп еткей, деп Тәңірге тілек қылған ол, осы жолы не болса да аянбай шайқасып барып өлуге бір жола бел буғаны да сол еді. Сондықтан да алдағы қанды шайқасқа аса бір сабырлықпен дайындала бастаған. Қарағамыстан аттанғандарына аптадан аса уақыт өткенде, жем сағыздың жоғарғы жағын бетке алып, үдере көшіп келе жатқан 5 сұлтан сиықтың құрама көшінен, тап мұғалжардың қойнауларына кіре берісте өзінің байбақтыларын ала бөле кідірткен Сырым батыр, осы жерде бұл елдің біраз жылдардан бері жат көздерден жасырып келе жатқан бір құпиясын ашты да тастады. Сөйтіп, соңғы 10 шақты жылда аннан-мұннан тірнектеп жиып, әр үйдің тең-теңінің ішіне, кебежесінің түбіне тығып сақтатқан, тот баспасын деп тазаматаға оратқан орыс мылтық, бұхары мылтық, Хиуадан алдыртқан шамқал, Бағзыдан келе жатқан қозы көш, күлдір мамайларды бірінші рет жарыққа шығартып, майлатып, сылатып, жалтыратып, сүрткізіп, осының икемі барау деген жігіттерге жеткенінше үлестіріп бергізді. Бұдан әрі жасырынбақ ойнаудың енді еш жөні жоқ еді. Әрі қан қасап, ауыр шайқасқа бел байлағандарын ел анық сезсін деген. Тығынды қаруларды түгел алып болған бойда, қаптай көшіп келе жатқан елді батыр осы жерде екіге жарып, қатын бала қара орманды қалың тау ішіне жедел асырды да, өзі мұғалжардың қойнау қолаттарына кіре берістегі ауызда самсаған сары қолмен тосқауылда тұрып қалды. Онда да қарап жатпай, аңыс аңдауға деген осы бір жары күнде жігіттерді мылтықпен соғысудың жай жапсарына қанықтыруға шұғыл кірісті. Асықпаса болмайтын да еді. Өйткені бұл заманда көп нәрсе өзгерген ғой, өзгерген. Соның ішінде соғыстың әділ тәсілдері де. Басқасын былай қойғанда, бұл күнде жаңбырдай жауған оқтан басыңды бағып, жер шығып бекіне білсең, ол да болса біздің жұрт Бағзыда келеке қылып күлетіндей қорқақтың іс емес. Заманыңның қорғаныс тәсілінің біріне айналған амалың болса қайтерсің. Басқа күндей күркіреген зеңбірегі, оқпанынан от боратқан мылтығы бар орыстың өзі, сондықтан да жата қалып жер шұқып, тышқан жалап, оқап қазып, бауырымен жер сызып жүріп соғыспай ма? Әзірге тек біздің қазақ қой, небәрі көн садақ, қылыш найза, құр сойыл шоқпармен қаруланғанына қарамастан, ерліктің жөні осы деп, әлі күнге ат қойып, андыздап шапқанға мәз боп жүрген. Жоқ, көп нәрсе өзгерген бұл заманда, өзгерген. Болмайды енді олай. Ендігі соғыс
Баяғы еңіреген ерлердің соғысы емес, амал мен айланың соғысы. Қала берді қой боғындай қорғазын бүркетін мына қарудың соғысы. Ендігі жерде орыспен өзі ұқсап соғыспасаң, күнің қараң. Ал орыстың ұрыс тәсілі десе, оның бір қатар жай жапсарын бұл өзі 10 жылдай бұрын артына қалың қол, қарулы аламан етіп жүріп, анау жайықтың арғы бетін жағалай қоныстанған казак-орыстар ақ патшаға қарсы жаппай көтерілген кезде, солардың өздерінен көрген, бірге соғыса жүріп көңіліне түйген, көмбедей сақтаған бәрін. Бәрі есінде. Казак-орыстар жаппай көтерілген кез 1773-1775 жылдар Пугачев көтерілісі. Шынын айтса, ол да бір дәурен еді бұл үшін. Сол тұста малына өріс, жанына қоныс таппай, қатты қысылып отырған осы елді жыл өткен сайын жайық бойын жайламақ түгілі, оның жағасына жақындаудан да қалып бара жатқан жүні жығылыңқы мына қазақты, бірақ күнде көкжал бөрідей жалын күдірейтіп арғы бетке алып өткендердің бірі өзі тұғын. Арғы бет, Самар бет, Нарын жақты айтып отыр. Қалмақ көшкелі қаңырап жатқан еділ жайық арасындағы жалпақ қонысқа елді жағалай қондырып, өзі артына ерген аламанымен Пугаш батырға қосылып кеткен. Содан 2 жылдай жортуыл күн кешіп, Пугаш батырдың әскерімен бірге 30 жастың ол жақ бұл жағында орда бұзар талай ұрыстарға кіріп еді бұлда. Қалмақ көшкелі 1771 жыл қалмақтардың Үбәші Тайтызы бастаған ұлы сүргіні жоңғарға қашып кеткен айтылып отыр. Пугаш батыр, Емельян Пугачев. Міне, сол орыспен енді өзі соғысқалы отыр. Әрине, бұл соғыс қазақтың бұрынғы башқұртпен барымталасуы, яки қалмақпен қидаласуы секілді сырғалы соғыс емес. Жекпе-жекке шақырып, айғай салып, ат ойнатып, ортаға шығу дегеніңіз де бұған мүлде жат. Ондай одағайлықты өйтіп, одыраңдағаныңда орыс көтермейді. Оқабында отырып алып, жалғыз оқпен-ақ тырс еткізіп жайрата салады да, тым-тырыс жата береді бұлар. Сондықтан мұндай соғысқа аңдыспақ керек. Аңысын аңдап отырып, алдын ала ойластырылған нақты амал әрекет керек. Әйтпесе, әлек болудың түк мәні жоқ. Бұл орыспен қалай соғысқым келсе, солай соғысамын деп асқақтаған талай жұрттың жүрегі шайлыққан. Талай менмен сіңгендердің таудай көкірегі жер болған. Бір кезде қаһарынан дұшпанының тізесі дірілдеп тұра алмайды екен десетін Қырымның қонды кері әні қандай күйге ұшырап отыр. 40 таңбалы қайран Қырымның сорлы болған ең соңғы ханы Шағынгерей атадан қалған алтын тақтан айырылғаны өз алдына кәуірдің қолына қарап, кіріптарлық қамытын мойнына ілді емес пе? Кіріптарлық қамытын мойнына ілді. 1783 жыл. Қырым хандығының құлауын айтып отыр. Өзі қазір орыстың ортақол қалаларының бірінде Мырзақамақта жүр деседі. Мейман тұтқын болып жүр деседі. 1783 жыл. Шағынгерей Воронежге әкелініп Мырзақамақта ұсталған. Ал ар жағындағы Анадолының түріктерін сұрасаңыз, Айдаладағы Бөлек деген жұрттың жерінен әскеріңді әкетпей отырсың деп тиісіп, осы орыспен 6-7 жыл арпалысқан. Ол да ақыры түк бітіре алмаған соң, ойбай, жаздық жаңылдық деп, Күшік Қайнарлы деген жерде бітім сұрап, әрең жөнін тапты. Күшік Қайнарлы 1768-74 жылдардағы орыс-түрік соғысының соңында бітім жасалған жер. Содан кейін ғой, Қозлы деген жердегі ұрыста түріктердің талқанын шығаратын әлгі Суворов деген батыр жандаралын қатын патша енді жайық бойына жіберетіні. Қозлы деген жердегі ұрыс 1774 жылы Суворовтың Козлуч түбінде түріктерді тасталқан қылғанын айтып отыр. Суворов деген батыр жандарал, осы орыс-түрік соғысында көзге түскен генерал, Пугачевтің көтерілісіне қатысқандарды қан састып қырған қолбасы, кейін генерал Лиссимус болатын Суворов. Бұл Пугаш батырдың да ешкімге бой бермей асқақтап тұрған кезі еді. Залым қатын әдейі Болатты әкеп Болатқа салды ғой шақырлатып.
Жандарал Суарып дегеніңіз көзімен көргендердің айтуына қарағанда сол кезде жас шамасы 40-тың үстіне шығып кеткен. Әйтсе де сақал мұртын үнемі тап-таза қылып қырып жүретіндіктен шанаш беті көгаязданып, қатпар-қатпар боп тұратын, қапсағай бойлы, қайсай қатып қалған арықша кісі екен. Бірақ сол нәжіктеу, әлжуаз түріне қарамастан, бұл бәленің діні де қатты, ділі де берік көрінеді. Қимылы да шалт ширақ. Кісіге қарағанда қарашығы қозғалмайтын көкшіл сұр көзі тіпті суық, тым сұсты деседі. Сол Жандарал Орынборға келе сала, ешкімге дес берместен, бар билікті өз қолына алып, ұрыс тәсілінің не түріне де үйретілген көп санды, көп қарулы тұрақты әскерді тас түйін қылып, жұдырықтай жұмылдырып әкелді де. 2-3 жылдан бері қайыру көрмей, бізді жеңетін күш қайда деп астамсып алған, соның салдарынан жайдақтанып та кеткен Пугаш батырдың аламанына ал кеп тиісті дейсің. Құдды таудай толқындар жағадағы қаңқиған қара жартасқа кеп лек-легімен соғылғандай. Құдды қара жартас қаптаған тау толқындарды қайра теңізіне лақтырғандай. Қаншама күн кескілескен ұрыс. Қаншама күн бірі қашып, бірі қуған әскер. Аспан асты, жер үсті, удашу. Аламан асыр, жер жаңғырықтырған адам дауысы. Арқыраған, шыңғыра кісінеген жылқы үні, толассыз күркіреген зеңбірек, тарс-тарс атылған мылтық. Дүн-дүние көкпеңбек, көк түтін. Сол көк түтіннен арыла алмай, қанша күн кең дала көгілдір мұнарға бөгіп жатты десеңші. Ақыры, ауыр айқастан қалжыраған азық түлікте жетіспей, әбден арып ашқан Пугаш батырдың әскері сәл шегініс жасап еді. Суарыпқа да керегі сол екен, титықтаған казак-орыстарға тыныс алғызбай, табан тіремек болған жерлерінің бәрінен де оларды тықсырып айдап шықты. Және Жандарал мұнымен де тынбады. Өзі бұрын мына Қажы Тархандағы жаяу әскерде сардар боп, біраз жыл қызмет істеп кеткен екен. Жер жағдайын жатқа білетін бәле боп шықты. Жан-жаққа тым-тырақай қашқан жұртты енді ойдан ойға, сайдан сайға тырқыратып қуғанын көрсеңіз. Қажы Тархан, қазіргі Астрахан, қазақтар осылай атаған. Ал кейде Айдархан, Аштрахан деп те атай береді. Жаяу әскерде қызмет еткен 1761-68 жылдар Суворов Астраханның жаяу әскер полкінде қызмет еткенін архив құжаттары да растайды. Бұл сырым ол кезде Пугаш батыр қосынында Сейдалы сұлтанмен тізе қосып қимылдап жүрген. Жеңілген елдің қыр соңынан қалмай, құмнан құмға құмай тазыша қуған Суарыптың сыпайлары асқынып алғаны сонша қауіп қатер дегенді мүлде ұмытып, тіпті шығына қашқандардың өзін шалғай түкпірлерге дейін індетіп қоймаған соң, ызагеге қайнаған бұларда елсіз күнсізде олардың талайын шөлге қамап қатты шығындаған болатын. Бірен саран аман кеткендері айтып барса, Жандарал Суарып. Сол сырым деген разбойникті көрген жерде ұстап, басын шабыңдар, немесе қол аяғына кісен салып маған қайтсеңдер де жеткізетін болыңдар, деп қалшылдапты деседі. Разбойник, қарақшы, құжаттарда да дәл осылай делінген. Бұларды қойшы. Сайын сахарада өскен қазақта бір, ен даланың еркін ұшқан азат құсы да бір ғой. Мына жайық бойындағы өздерінің казак-орыстарын аямағанын айт. Солардың қырылғанын айт. Аямады ғой атаңа нәлет Жандарал. Аямады, қан сасытып қырды да салды. Басқа бұл сырым соның бәрін өз көзімен көрген. Орыстармен бірге соғыса жүріп, бұл елдің нендей жұрт екенін де білген. Өз халқын аямаған мұндай елдің басшылары қарсы шыққан өзге жұртқа тіпті де аяушылық жасамасында сонда сезген. Соның бәрін көре тұра, соның бәрін біле тұра, енді қазақта шабуға қарулы қалың әскер шыққалы жатқанын, күн ілгері құлағыдар болғанында, қалайша бұл қол қусырып қарап отырмақ. Қалайша қалың елдің, артындағы қарындас қауымның көз жасына қалмақ. Құдай бетін аулақ қылсын әрине. Бірақ ертең ел бір жаманшылыққа ұрынып қалар болса, олардың обалы ел ағасының қам-қарекетсіз қол қусырып отырып қалған
мұның мойнында өмір бойы кетпей ме? Иә, дайындалу керек. Даярланбай болмайды, деп батыр іштей тас түйін қатайып алды. Көп болса еркек тоқты құрбандық, біз болармыз. Бірақ өлсек те жастығымызды ала жығылып, бұлармен тек шайқасып өлу керек. Тек шайқасып. Бірер күн дайындықтан соң, соңына ерген 5 сұлтан сыйықтың 2,5 мыңнан астам азаматынан осы жерде таңдап тұрып 500 мергенді іріктеп шығарып, солардан 5 бөлік арнаулы топ жасақтаған соң ғана батыр сәл саябыр тапты. Енді Құдай қаласа Орынбор мен Тегеден шыққалы жатқан казак-орыстың қалың қолына қарсы өздері жылжуға, алға шұғыл шолғыншы топтар жіберіп байқастай отырып, оларды түзде тосып алуға. Сөйтіп, неде болса жасанған жауды ел үстіне жібермей, маңдалада майдандасып көруге болатындай жағдай туып еді. Соған байланысты, бірер күннен қалмай жорыққа аттанармыз деген сөздің өз аузынан шығуы мұң екен. Талайдан бері жау жарағын сайлап, жарау атқамдап, осы сәтті ғана сарыла күтіп жүрген сарбаздар, кәдімгі 5 сұлтан сыйықтан жиылған қара құрым қалың қол, сол күннің кешінде-ақ әр жерден көк түтінді көкке шұбатып, баяғы бабалардан қалған дәстүр бойынша ұран отын жағып кеп жіберді. Бұл енді байбақты сырым бастаған сұлтан сыйық балаларының көк темір құрсанған жаумен не де болса жан алысып жан берсеміз деп серт қылып, ақыры ауыр айқасқа бел буғандықтарының, сол үшін де жорыққа аттанғалы жатқандықтарын білдіріп, жан-жаққа хабар шашқандықтарының, мүмкіндігі бар жанашыр ағайын келсін, қосылсын деп шақырғандықтарының белгісі еді. Тастай қараңғы түнде белгілі биік төбелердің басынан кенет алқызыл жалыны аспанға шапшып қоя берген алапат оттардың жарығы сол күні түнімен бір бәсеңдеместен алаулады да тұрды. Алаулаған сол оттардың жарығынан төңіректегі елдер тегіс дүрлігіп, келесі күндерде осылай қарай ағылған жұрттың ат тұяғының дүбірінен дүн-дүние дүрілдеді де кетті. Әнеу күні сырым жол-жөнекей жан-жаққа жар шашқызған. Ілгері рулардың ақсақалдары мен ел ағаларын былай қойғанда, азды көпті аты белгілі адамдарды да елеусіз қалдырмай арнайы ат шаптырып еді. Сонысы дұрыс болған секілді. Жемнің жоғарғы жағындағы қостанып жатқан жерлері, Жағабұлақ пен Шұбаршиден енді осы наурыздың ортасы ауа жайыққа қайтадан жөнкілерміз деп отырғандарында жан-жақтан хабар құйылды да кетті. Батыр тек жайыққа құлар жолын айтсын. Біз електің басы Есенбайдан аттанып, айтқан уағында, нұсқаған жерінде қосылуға әзірміз депті. Табын Тіленші би мен Таманың ағайынды қадыр-садыр батырлары. Әрі кетсе бір аптада қасынан табыламыз. Қалайда сырым күтсін бізді, деп хабар салыпты ойыл бойындағы кете көк көз, ысық Қаратау билер мен Есентемір Сасықбай батыр. Оның үстіне бүгін таңертең сонау шалғайдағы сам құмынан Шөмішті табынның бас батыры Сатыбалды ұлы Барақ келе жатыр деген хабар жетті. Қасында Қара жон табын Маман батыр, атақты досы би, Құдай сүгір мырза, Жалпақ тілден Құламан мен Таламан, Сазаннан шыққан Көней, Тауасар секілді талай шайқастарда сыналған сыралғы адамдары бар көрінеді. Әйтеуір қарасы мол, тас түйін шоғыр десті айтушылар. Я Алла, талабымызды оңғара көр, деп мына хабарға тіпті қатты қуанған сырым. Бұрын көрмесе де, өзінен бірақ жас кіші деп сыртта естейтін Табан Барақтың еділ қалмақтары мен ұрыстардағы ерліктері туралы талай әңгімелерге қанық болатын. Енді сол батырдың мына нәубет тұсында да ірілік танытып, елдің алды боп көмек қолын созған азаматтығына шын сүйсінгені соншалық, ағасы Атантай батыр бастаған үлкенді кішілі бауырларын шақырып алып, ақылдаса келгенде бұл қолдың басшыларына дат балалары, Дәкем ауылы деп атайтын аналары Дүрдананың ауылынан, сол кісі отырған шаңырақтан арнайы дәм таттырып, жорық жайында сол жерде кеңесіп, әрі өздері де үлкен кісілерінің батасын алып аттануға ұйғарысқан. Сөйтіп, жемнің арғы бетінде 2-3 белес астында отырған ауылдарына жетіп, қонақ күту қамына кіріскелі жатқандарында
Сонау ұлықым мен кішіқымды қыстап жатқан құдандалы елі шектіден апақ сабақта тілеу қабақтың қылшылдаған жас бағыландарын ертіп, кенет еш хабар ошарсыз Көтібар батыр кеп үстеріне ошарылды. Сырым бұл көмекті сыйластықтарына сыза түсіп көрмеген құдаларының елінен келер көмекті көптен бері күтіп отырғанда. Сол көмек ертерек келу үшін тіпті оларға басқаны емес, өзінің қасынан көп аса шығармайтын, тек осындай аса жауапты істерге ғана жұмсайтын атқосшысы, әрі аталас інісі Ырақты жіберген болатын. Олай еткені Ырақ біріншіден тілеу қабаққа белгілі азаматты. Өйткені сол елдің екі тізгін бір шылбырын қабат ұстап отырған екеудің бірі Сары Шоңай бидің Сары Алтын деген қызын алып отырған туған күйеу баласы тұғын. Екіншіден Ыраққа оны айттырып алып берген сөйтіп ағасы Бұлан бидің Ырақтың әкесінің 3 аманатының бірін адал орындағанда Сырымның өзі еді. Шіркін, уақтай десеңші, сынапша сырғиды екен ғой. Бәрі күні кешегідей есінде. Жарықтық Бұлан би бұған байбақтының тізгініне қоса ақ батасында беріп тұрып. Шырағым Сырым, енді саған айтар 3 өтінішім бар, соны тыңда, деген еді-ау кәдімгідей тебіреніп. Біріншіден, мен елге аға болған жылдарда бұл байбақтың келіндері биыл биеден сүт шықпай тұр деп ешқашан қабақ шытқан емес. Мырзалары тоқты арық болдау деп арыз айтқан кезі болған жоқ. Елдің күйін осыдан төмендетпес деп мен саған сенем. Сондықтан да ел тізгінін саған сеніп тапсырып отырмын. Ал қалған 2 өтінішім өзімнің пенделік арызым еді. Тыңдасаң айтайын. Айтыңыз аға, айтыңыз. Айтсам, біз бір аяғы жерде болғанмен, бір аяғы көрде тұрған адамбыз, шырағым. Олай болай болып кетсем, сүйегімді қасиетті Ұшқан Ата қорымына апарып қоя алар ма екенсің? Уай аға, Алла жүрім берсін дағы сізге. Алда жалда басыңыз қисайып қалып жатса, елемеспіз бе? Бір қарттың өтінішін орындармыз деген бұл. Болды, ризамын. Ал онда 3-ші айтарым. Мынау Ырақ кенжемеді. Жас қалып барады. Шүкір ұрпақсыз емес екенімді білесің ғой. Әйтсе де осы баланы ағалары емес. Мына сен өзің қасыңа алып, қолыңнан үйлендіріп, азамат қатарына қоссаң дебем, деген. Кәрі кісілерді түсіну деген кейде қиынның қиыны. Бұл сөзді қарт би неге айтты? Не үшін айтты? Жұмбақ. Бірақ неде болса сөз айтылып қалған соң, Сырым бұл міндетті де мойнына алған. Ендігісі. Әрине, бұл басқарған жылдардағы елдің жайын, сол елдің өзі кейін айта жатар. Төрелігін берер бұл емес. Бірақ нақты аманаттан қиын зат жоқ екен бұл дүниеде. Сол жылы қақаған қыс ішінде, расында да дүние салған қарт биді Сырым ту қияндағы қасиетті Ұшқан Ата қорымына әрең жеткізді, арулап қойды, жол жоралғысының бәрін жасады. Сонан соң қарттың соңғы аманаты мүлде есінен шығып кете жаздапты. Күндердің бір күнінде қарап отырса, осы Ырақ кәдімгідей салауатты жігіт болып қалыпты. Қарт бидің соңғы өтініші сонда есіне сап ете түскен Сырым Ырақты аяқтандыру қамына кіріскен. Тәуба, оның да орайы оңынан келе кетті ғой. 6 аталы әлімнің бата тиген берекелі жұртының бірі Шектімен, оның ішінде батырлық пен байлық қоса біткен Қабақтың Сары Шоңай, Сегізбай билерімен құда болысты. Бұрынғының айтқыштары, бұл әлім деген көк теңіз ортасы жылым қатпайтын, сырттан келген кірмені де сары майдай сақтайтын деп көп дәріптеуші еді. Расында да бауыры жылы, құшағы кең, жайын жатқан жалпақ ел болған соң, иісі қазақ баласын былай қойғанда, іштеріндегі қырғыз қазақ, ноғайы қазақ деген елдерді де олай бұлайы жоқ, өз бауырларындай көреді екен. Сырым Сары Шоңай бимен құда болып, Ырақты үйлендірген соң, сондай елмен сыйластықтарының, жақындықтарының артқаны сондай, жекжат жұрағат арасының барыс келісі, алыс берісі арта түспесе кемеген емес. Сөйтіп
тонның ішкі бауындай араласып құраласып жүргендерінде, өзінің сырға деген қызы да осындағы Дамолла Ноғай қазақ Қазақай Ахуынның Ахметжан деген баласымен көңіл жарастырып, Сары Шоңай би ауылымен Сырым екінші рет құдаласты. Бұрынғы ма, сыйластық тіпті туысқандыққа айналып кеткендей болған. Сөйтіп жүрген елден, көңілдеріне әлі күнге сыза түсіп көрмеген құдаларының елінен көмекті алдымен күтпегенде, Сырым оны қайдан күтпек? Оның үстіне, екі биге өзінің қасындағы ең сенімді атқосшысы Ырақты жібергенінен ақ, Сегізбай би мен Сары Шоңай би мұның ойға алған ісінің оңай оспақ емес, аса қатты да қиын шаруа екенін, әрі бұлардың қолдауы мен көмегіне зәру екендігін бірден ұғарды азаматтарын дереу аттандырар деп ойлаған. Алайда құдаларынан келер көмек бұл мөлшерлеген шамадан кешіккен сықылды болған соң, біртүрлі мазасыз ойлар иектейде бастағандай еді. Сөйтіп жүргенінде, Көтібар бастаған мына қолдың сау етіп жетіп келгені, бұлтты аспаннан кенет жылт етіп күн көзі көрінгендей көңілін жадыратып жіберді. Батыр серпіліп сергек көңіл күй танытқан соң, өзге байбақтылардың тіпті жаны қалмай, жайылды да түсті. Әйткенмен, бұл енді бейбіт күндегі сән салтанатпен құда күтіп, қонақ сыйлап, арқа-жарқа боп жататын кез еместі. Бірақ қуанышқа қуаныш қосылып, жорыққа аттанғалы жатқан аламанның да, жалпы елдің де еңсесін бір көтеріп тастады. Көңіл көкке шырқап кетті. Сол қуаныш үстінде бұл қолдың да басшылары әуелі осы елдің ағаларына кеп есендескен. Сырым байқап қараса, қолды бастап келген Қарабас Қабақ Бәсен ұлы Көтібар мен оның жақын туысы Айтулы Батыр Арыстан Тінәлі ұлы болғанда, әлі 30-ға да толмаған бұл сүлейлердің соңынан ергендер, сол елдің солқылдаған мырзалары мен таудан тастан жүрегі қайта қоймаған кілең жас жігіттер екен. Араларында жомарттығын жұрт тамсана айтып таусалмайтын, салихалығы мен атағы дүйім елге ерте жайылған Достан мырза да бар болып шықты. Ал енді мына бір түбіт мұрты тікірейген, жастығына қарамай өңі сұп-суық, еңсегей бойлы, қиғаш жауырын жігіттің кім екенін сұрап еді. Сырым құда, сіз бұрын көрмеген шығарсыз. Бұл бір біздің қайраулы қарақылшымыз. Шекті ішінде Тата Қырғыз, едіге ұлы Қайдауыл дегеніңіз болады, деп желпілдеттіңкіреп таныстырды Көтібар. Атақтаңтары берісі байылына, әлсі алшынға белгілі адамдардың алдында ағаларының көптіріңкіреп, көтеріңкіреп жібергеніне жас жігіт қысылып қалар ма екен деп, оны ұялтқысы келмеген Сырым көз қиығымен ғана жүгірткен. Бірақ оған былқ еткен Қайдауыл баланы көре алмады. Керек десеңіз, ағаларым асыра мақтадау, яки менің бойыма сыймас сөз айттау деп ыңғайсызданғаны да байқалған жоқ. Сірә туасы мінезі ауыр, әрі өз шамасын өзі жақсы білетін жігіт болса керек. Қаңтарда жараған жас бурадай қатыңғы қабағы түксиіп, жан-жағына түнере қараған күйі түйіле түсіп үнсіз отыр. Қайдауыл батыр де. Жарайды. Қайдауыл болса, о дауыл болсын. Бізге де сол, өртке тиген дауылдай, дұшпанды дүркіретіп айдар ер керек деп, Сырымда қонақ жігітті демеп қойды. Ал мынау дөңгелек қараса қалды, сұлу қияқ мұртты, аса көркем тігілген құндыз бөркі қызыл шырайлы жүзіне құп жарасқан сақал жігітті Сырым өз-ақ жазбай таныды. Бұл осыдан 10 шақты жыл бұрын, 20-ның үстіне енді шыққан кезінде-ақ, Орынбор генерал-губернаторы Рейнстроптың фәрмәнімен Әлім дуанының серхатибі болып тағайындалып, келер жылы мұсылмандардың Қазандағы үлкен жиынында мүфтиятқа мүшелікке сайланған санаулы 47 адамның бірі, Қазақтан шыққан тұңғыш мүфтият мүшесі Дәуле Қаражігіт молда еді. Сырым оны алғаш рет сол Қазан сапарынан қайтып келе жатқан бетінде Орынборда Нұралы ханның Тойғара деген қызын алып отырған, сондағы Дуд махкамасында қызмет істейтін хан күйеуі Нұрмұхамед қожаның үйінде көргенді. Күллі кіші жүз қол берген пірдің, Әбу Жәләл қожаның баласы Нұрмұхамед, алыс сапардан абыройлы келе жатқан бұл азаматтың, қара жігіттің құрметіне қонағасы даярлатқан екен. Меймандар басы құралып бола берген кезде,
Ал енді құрметті қонағымызбен білісе отырыңыздар. Ол мынау төрде отырған қара жігіт Бектау баласы дейтін бауырларыңыз. Сүйегі Әлімұлы, 6 аталы Әлім ішінде әкесіне 1000 үй тігіп ас беріп, қалың елдің батасын алатын атақты шектінің ұрпағы. Баталы құл армас деген. Аталарының елден алған сол батасының шапағаты тиді ме? Дәл қазір қара жігіт мырза бұрынғы соңғы қазақ баласының қолы жетіп көрмеген дәрежеге ие болып, мұсылмандардың Қазандағы үлкен жиынында мүфтиятқа мүшелікке сайланып келе жатыр, деп таныстырды оны. Жас болсын, жасамыс болсын, осы жұрттың жақсысы мен жайсаңының бәрі, Алаштың жақсысы мен жайсаңы, олардың абыройы күллі Алаш баласының абыройы деп білетін Сырым би мына сөзге елең етіп, уыздай жап-жас жігіттен көз айырмай, сол қонақтықтан қайтқанша оған әрі сынай, әрі сүйсіне қараудан бір танбаған тұғын. Сонда қатты риза болған жері, әрі іштей қызыққаны, үлуде біреудің ғана басына қонатын осындай орасан зор абырой иесі болып келе жатқанына да, елдің игі жақсыларының бәрі бір өзіне ғана құрмет көрсетіп, бір өзін ғана алқалағанына да қарамастан, жүзінен нұр төгіліп тұрған мына жап-жас жігіттің бойынан не бір мақтанның, не бір астамшылықтың нышаны байқалмай, тағуада инабатты қалпынан еш танбағаны еді. Шынын айтса, Сырым би сол жерде сүйсініп қана қоймай, қатты таңғалған тұғын. Таңғалмайды қайтсын-ау. Жұрттың көріп жүргені анау тұрған теке, осы Орынбор, әрі кетсе Үпе. Соған да әлде қандай болып жүр. Ал мына жігітке қараса, жас басынан ақ Самарқан мен Бұхарды, Хиуа мен Үргенішті адақтағанымен қоймай, сонау жақтағы Шорахан Темірді, мына жақтағы Қазанның қара қаласын, Туықияндағы Стамбулды түгел шарлаған, шарлап қана қоймаған, жүрген жерлерінен көрген баққанын көңіліне қазына қылып түйе берген. Не жайында сұрай қалсаң да суша ағып тұр, мүдірмейді, кідірмейді. Әрі ойы орнықты, сөзі салмақтық. Кейін сұрастырса, мұның алғашқы ұстазының өзі әуелі Дағыстанда, сосын Стамбулда оқып білім алған. Ақырысында әлдеқандай бір себептермен дәм айдап осы елге келген ноғай қазақ Қазақай Ахун екен. Әсілі жас басынан дұрыс оқығанның, мектеп медресе көргеннің жөні бөлек болады екен ғой. Оның үстіне Құдай зердесін зерек етіп жаратқан жанға дауа бар ма? Сырым бұл елмен құда болысқан соң қара жігіт туралы тіпті көп әңгімені кейінірек естіді. Сөйтсе, баласын молдаға жетектеп апарған мұның әкесі Бектау қарт та жұртқа ұқсап, Хазірет, бұл баланың сүйегі менікі болғанмен еті сіздікі, қамырдай илеп қалайда адам қылып шығаруды Алла алдында өзіңізге аманаттадым, деп басы бүтін тапсырып кеткенмен, өзге балалардан мүлде бөлекше мінезімен де, айтқанды қағып алатын алғырлығымен де ерекшеленіп, оқуын тәмамдағанша молдадан бір шыбық жемей кеткен жалғыз бала осы болыпты. Ең үздік шәкіртте осы болған, деп елі әлі күнге аңыз қылады екен. Мына отырған сол қара жігіт Бектау баласы, Алаштың белгілі азаматы. Бүгінде жегжаттығы тағы бар. Сырымның қызы Сырғаны әлгі Қанақай Ахунның баласы Ахметжан алып отырса, сол Сырғаның туған қайын бикесін Қазақай Ахунның қызы Үрхияны осы қара жігіт алып отыр. Қалай болғанда да бөтендігі жоқ азаматтың келісі ақ қой, бірақ мына келісінде бір нәгүмәндау жер бар сықылды көрініп, сол көңілінде түйіткіл ұялата берген соң Сырым батыр шыдай алмай: «Я, молдеке, жауға аттанбақ жұртпен бірге сіз де келіп қалыпсыз, оң сапар болсын», деген оған бір әредікте. «Әлей болсын, сәттілігі бірге болсын», деп сөзін жұрт аяқтатпай жамырасып кетті де, гөлі басыла бергенде ғана айтар ойының арнасына батыр әрең оралды. «Бірақ мен сіздің мына жүрісіңізге түсіне алмай отырмын. Бұл жүрісіңіз қай жүріс? Сіздің мүбәрәк қолыңызға қылыш емес, қалам лайық секілдеді ғой. Әрі жауға аттанардай үстіңізден жарағыңызды да көре алмай отырғаным», деді қара жігіттің үсті басына бажайлай қарап. Расында да, қара жігіттің жауға шабар кісі сияқты емес, құдалыққа келе жатқан адамдай салтанатты да сәнді киінгенін,
Оның үстіне дөңгелек қара сақалында, сұлу қияқ мұртында жаңадан бейбазда бастырғанын, тіпті басындағы көркем тігілген құндыз бөркінде жұрт жаңа ғана аңғарғандай, аңтарылып қалған. Бәрінің де көзінде расында мына кісінің бұл келісі қай келіс деген сұрау тұр еді. Көпшіліктің сол таңданысын тарқатқысы келгендей, сөзді қара жігіттің өзі төтесінен бастап кетті. Дұрыс айтасыз, батыр. Әркімнің өзінің Алла жаратқаннан икемі бар ісі болатыны ақиқат қой. Бірақ оған мына заман қаратып отырма. Біздің қолға қылыштан гөрі қалам лайық еді ғой дегеніңізбен ғайри жұрттар озбырлық істеп халқыңа қарсы қарулы әскер шығарып отырғанда, оған қарсы қайрат қыламын деген ерді қолдамай, тым құрыса соның қасынан табылмай, қалай тыныш жатарсың? Сіздің сәлеміңіз құлаққа тиісімен жаныңызға жалау болалық деп жеткеніміз осы. Ал енді үстімізден сауыт сайман, бойымыздан 5 қаруды көре алмай отырсаңыз, оған да таңданбаңыз. Батырдың артынан ергеннің бәрі арыстан, жанынан табылғандардың бәрі жолбарыс бола бермейді. Бізде соның біріміз. Бірақ өзіміз шаппасақ та шабаты мына көтібардай бауырымыз бар, деп ең бастысы алаштың арға шабар өзіңіз секілді азаматының артында мыңдаған ниеттесі, түмен-түмен тілеулесі тұрғанын білдірейік деп келдік. Шынын айтар болсақ, мұндайда иман келтіргендердің бәрі бірдей жорыққа аттануы шарт еместігі Құран Кәрімнің Тәубе сүресінің 123 аятында анық көрсетілген. Алайда адам баласы тарихтың ащы сабағынан тағылым ала білуі де керек. Мынадай кезде ең болмағанда қараңызды көбейтіп, қасыңыздан табылмасақ, жасыратын несі бар? Қасиетті Құранның сол Тәубе сүресінде айтылатындай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Тәбік соғысына аттанарда төбе көрсетуге жарамай, арттарынан көп өкініп кешірім сұраған сахабалары Кағаф, Хилал, Марарларға ұқсап, біз байқұстарда сіздің ғана емес-ау, күллі ел жұртымыздың бетіне қарай алмай, қара жерден кірерге тесік таппай қалармыз деп келіп отырмыз. Көп айта беретін несі бар? Өзіңізде берісі байылы, әрісі алшынға белгілі сырым бейсіз ғой. Сізді сөзбен суғарудың қажеті болмас. Тоқ етері, қол көмегіміз мына көтібар бастаған бауырларымыз болса, ал сіздермен бірге жорыққа аттана алмай отырған ағайындарымыздың атынан айтарымыз, осы жолыңызға не керек? Аламаныңызға қанша ат көлік қажет? Мына Достан мырза екеуміз соның бәрін өз мойнымызға алғалы отырмыз. Солай ма, Достанжан? Даусыңды көтеріп мына жұртқа деп қойсаңшы, деді қара жігіт. Я, сол сөз ғой. Тек батыр мұны шектілер сыластық үшін сыпайылық жөнімен ғана айтып отыр демесін. Ал ойда жоқта айтылған әңгіме болды-ау, ойлана алмай қалдық-ау десе, жауабын ертеңдері берсе де болады. Уәде Құдай аты деген. Не айтса да біз, иншалла, бұл жұтпай орындармыз деп үміт етем, деп қана тоқтады Достан мырза. Бәрекелді, бәрекелді. Мына ықыластарыңыз ішпей жемей тойдырды бізді. Ойнап айтсақ та, ойымызда онсан сауалдың тұрғаны рас еді. Кәдімгідей күшімізге күш, жігерімізге жігер қосып, көтеріп тастадыңдар. Рахмет сендерге, деді сырым енді шынымен жадырап. Батырдың өзі көңілденген соң, сол жерде отырған сұлтан сыйықтың өзге үлкендері де мәз болып. Я, рахмет құдалар, Алла тағала енді тек ниетімізді қабыл етіп, бәріміздің де ортақ талабымыз оңғарылғай, десіп гөте түскен. Бұдан соң екі жақта риясыз көңілмен шүйіркелесі де кетті. Әншейін көз таныс адамдардың өзі бір-бірімен ескі достарша қауқылдасып, әжік-күжік әңгіме басталды. Біреулер естен шыға бастаған ескі таныстарын, әлде біреулер баяғыдан хабарсыз кеткен жегжат жұрағаттарын сұрастырып, егде тартқан тарландар ертеректе үзеңгілес болған. Қиын кезде қолтықтарынан демескен қанды көйлек серіктерінен кім бар, кім жоғын тәптіштеп жатты. Арасында сырымның өз бауырлары мен келін кепшіктері де сыртқа шыққан жүз таныс құда балалардың қайсысы бірін оңашалап алып келіп, жер түбіне кеткен қыз сырғаның жай жағдайын, отбасының амандығын,
тіпті кішкентайларының қайсысы қандай болғанына дейін ешіктеп сұрап мәре-сәре болысты. Жақында барып қайтқан Ирақтан өздерің де естіген шығарсыңдар. Бәрі жақсы, аман-сау жүріп жатыр дегенге қарамастан, қартаң тартқан кейбір әйелдер бір сұрағанын қайта сұрап, баяғыда ұзатылып кеткен қыздың хабарына бола көздері боталап мөлт-мөлт етіп отырды. Сол күні кешкісін барақ бастаған шөмішті табынның қалың қолы да келіп жеткенді. Бұл қолдың да басты-басты адамдары осы ауылға әкелініп, алдын ала өздеріне арнайы тігілген жеке үйде қонақ етіліп, құрмет көрсетілді. Ертесіне батырлар оңаша кеңес құрып, жорық жайын біраз сөз етіскен. Бірақ пәлендей бөгде ой айтылып, бұра тартқан ешкім болмаған соң, жұрт көп ғауғаға салмай, ортақ пәтуаға тоқтасты ма, әйтеуір өзге қолдардың келуін күтпестен, келесі күні елең алаңда жер қайысқан ауыр қол жем бойынан дүрк көтеріліп, терістікке қарай тартып бара жатты. Екінші тарау, екінші бөлімнің соңы.